Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Ақерке. Бүгін сіздерменен бауырдан котлет жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Үйдегі бар затпен дайындалады достар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах, ең алдымен жұмысымызды бауырды турап алудан бастаймыз. Достар, ескеретін жайт, міндетті түрде бауырда жұқа пленка болады, соны алып тастаңыздар. Және де 4 бұрыш етіп турап аламыз. Ендігі кезекте тазартылған картоп, сәбіз, сарымсақтарымызды турап алатын боламыз. Барлығын дайындап алғаннан соң микровкаға өткізетін боламыз. Ең алдымен бауырды, картоп және де сәбіз, сарымсақты. Барлығын өткізіп болғаннан соң сүт, 1 жұмыртқа, ас содасы, 1 шай қасық салыңыздар. Оны жақсылап араластырып болған соң, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ас бұрышты салып, оның үстінен ұнды саламыз. Електен өткізіп, достар, мен барлық рецепті, толық рецепті мен описание бөліміне жазып кеттім. Сол жерден өтіп, міндетті түрде қараңыздар. Біздегі дайын тесто осындай күйде болу керек, қатты сұйық болмауы керек. Ал енді қызып тұрған тостағымызға майды құямыз. Майды да қатты көп құйып жібермеңіздер. Содан соң қызып тұрған майымызға осылай 1 ас қасықтан көлем пішінін келтіріп құйып шыға бересіздер. Ал оның піспегендігін жанындағы тесікшелер шыққаннан байқап, екінші жағына аудара берсеңіздер болады. Солай бірінен соң бірін қайталап пісіріп шығасыздар. Міне, бізде котлетіміз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте жеңіл дайындалады. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.